Әйелдер ең бірінші етеккірдің көп келуі, ауырып келуі. Оны олар ойлайды, бұл қалыпты жағдай деп. Ой, маған ана 12 жасымда келгеннен бастап солай келеді деп ойлайды. Или көп келеді, көп күн, или болмаса көп қан кетеді. Ол дұрыс емес. Ол ең бірінші себеп болып саналады, иә. Потом, значит, әйелдердің, например, бүйректері ауырса, оны да олар айтады, бүйрегім ауырады, ол қалыпты жағдай дейді. Ол да қалыпты жағдай емес. Ол өте серьезный жағдай. Одан кейін жүрегі ауырады әйелдердің. Жүрек тоже, ол сонша белгі бермесе де, ол әйелдің органдарына қатты әсер етеді. Содан цистит деген вообще қиын нәрсе ол. Онымен жүре береді, кадифор ішеді, ананы істейді, мынаны істейді, оны жүре береді. Цистит хронический болып кетсе, одан айығу деген өте қиын. Оны да олар қалыпты жағдай деп есептейді. В общем, әйелдер бар ғой, көп нәрсе қалыпты жағдай деп есептейді. Сондықтан оның бәрі қалыпты жағдай емес. Кейбіреулер маған жазады, менің етеккірім тоқтамай жатыр 20 күн болды деп. Ол бір рет емес қой, алдында да талай рет болды. Сонда сен қайда жүрсің? Или біреу жазыпты маған осы недавно. Менің етеккірім бұрын жақсы келуші еді, қазір жаман келеді дейді. Сонымен оған жазам қайтады. Жаман келеді деген қалай, жақсы келеді деген қалай, анықтап маған жазшы десем дейді. Бұрын менікі дейді, 6 күн қатты келетін, 3 күн азаятын, 10 күнде бітетін дейді. А енді менде 3 күн келеді дейді. Представляете? Соны мен айтам, не істедің сонында десем, білмеймін, дәрігер бір ем берді, мен содарды алып ем, енді 3 күн менструациям келіп қалатын болды дейді. Вот көрдіңіз бе, сол бұрын 10 күн келіп жүрген, 9 күн, соны ол қалыпты жағдай деп есептеген. Ол ойлаған менструация солай келу керек деп. А оныкі дәрігердің берген нәрсесін алға соң оныкі нормально болған. Значит, сол нормально, 3 күн келген нормально. Бір күн қаттырақ келіп, 2 күн жай келсе, сол жетіп тұр. Сонан кейін ауырып келеді, ауырып жатып қалады. Кейбіреулер келеді, маған айтады, мен укол алмасам тұра алмаймын дейді. Ана менструациям келгенде жатам дейді. Бұл өте қауіпті. Это үлкен әсері бар оның, келешекке, болашаққа әсері бар. Ол бала көтере алмайды. Етеккірі если ауыртып келетін болса, ол қалай солай? Оны уже бала кезінен бастап аналары қыздарға үйрету керек. Етеккір келгенде олар соны көргенде білу керек, етеккірін келгенін. Оны ауыртпай, түгетпей, қыз кезіңде 2 күн, 1 күн келе салу керек. Ары кеткенде 3-ші күн мазать ету керек. Соны аналар қазірден бастап қыздарға айту керек. Айтып үйрету керек. Если сенікі осындай болса, если келмей қалса осылай деп сөйтіп үйрету керек. Сонан кейін қазір өте көп келеді маған, например, 30-дан асқан, 30-ға жақындаған қыздар етеккірім жоғалып кетті дейді. Өйткені олар уже 30-дан асты, половой жыныстық қатынасқа бармағандар. Сондықтан оларда неше түрлі, ондай қыздардың бәрі өзі жұмыс істейтін, карьера қойған балалар, иә. Олар ананы істейміз, мынаны істейміз, шешемнің кредитін жауап берем, үй алам деп жүргендер. А олар сол стрессте жүргенде оларда гормональный нарушениялар болды. Сондықтан оларда етеккірлер тоқтап қалды. Олар уже успокоиться ету керек. Уже ондай, мына біздің состояниеміз бар ғой, әйелдердің состояниясы, иә. Если часто ренжіп, часто жылап, часто нететін болса, онда гормондар өзгеріп тұрады. Көрдіңіз бе? Ол үй алам деп қандай стресске түсті, иә, например. Одан үйді обставить етем деп. Одан кейін тағы бір нәрсе, в общем, жұмыстарында стресс. Соның бәрі гормональный фонға әсер етеді. Әйелдерге осының бәрін учитывать надо. Сонан кейін әйелдер үй болғысын, бәріне ренжитін болып кетеді. Гормональный фон меняться еткенде олар бар ғой, ұрсыса беретін болып кетеді, бәріне ренжитін болып кетеді, жылайтын болып кетеді. Соны бәрі гормональный фонның өзгергені деген сөз. Значит, дәрігерге барып, соны бәрін айтып, ұқтыру керек, айту керек, сөйлесу керек.